Күн құрметті көрермендер, тұрақты және сүйкімді көрермендеріміз, бүгінгі сағат күнделікті 14:30-да бірінші канал Евразияда және біздің ресми YouTube каналымыздан тікелей эфирден көріңіздер. Бүгін керемет эфир болады. Күндеріңіз сәтті өтсін. Эдуарда бүгін ерекше құлпырып қызыл көйлегін киіп келіпті. Балтаңызға қайыптың. Көңіл күйіңіз бәрі орында ма? Орында, иә. Эдуарда бүгін менде мынандай бір сұрақ болып тұр. Сіз өзіңіз бір жігітпен арақатынаста боласыз ғой, сол жігітке тамағын жасап, жігітіңіз болған кезінде ше қатты жағдайын жасағанға қалай қарайсыз? Мысалы, туыстарының туған күндеріне сыйлықтар дайындап, сондайсыз ба? Менің дуэтлік отношениямда сондай болған. Киім алып беру жағынан есе подарок жасаған кезде ол нәрсе болады. Жігітім болғаннан кейін. Жігітіңіз болса, маңызды емес, мамасы болсын, кімге болса да бәріне сыйлық жасай бересіз. Мәссаған. Күшті ма үміткер болып келіңіздер. Иә, міндетті түрде Эдуарда үміткер күтеді, міндетті түрде Эдуардаға бүгіннен қалмайын. Эдуарданың үміткері болам десеңіздер, иә, нәскиі кішкене төмен болу керек. Бірақ енді Айбекпен бейін қалай түсем? Айбек енді жігіттердің пікірін сұрайын. Сіздің енді қарындасыңыз бар. Мынандай жағдайлар болып жатады ғой, қыз бен жігіт жүріп жүрген кезде қыздар әлі тұрмысқа шықпаса да сол жігіттің ата-анасының үйіне барып көмектесіп жағдайларын былай жасап, солай жасайды. Соған қалай қарайсыз? Енді бәрі емес, кейбір кезде сондай болып жатады. Егер енді ол ұзаққа созылған отношение прямо ата-анасының довериесіне кірген, жігіт жайлы ата-анасын біліп, қыз жайлы сондай болған болатын болса, мен ойымша ондай тұрған ештеңе жоқ. Менің өзімде ондай нәрсе болған кезде одан жүрген қызыммен үйге кіріп, еңіппен жақсы араласып деген сияқты сондай үйде жүре береді. Сондай ода тұрған бір ештеңе жоқ деп ойлайсыз. Айнұр, сіз өзіңіздің арақатынаста жүрген жігітіңіздің жігітіңізге тамағын жасап, андай болады ғой, бір жағдайын жасап, тіпті кейбір қыздар арақатынаста киіміне дейін жуып беріп жатады да. Соған қалай қарайсыз? Жаман қараймын. Сначала кольцо, кәдімгідей ол жауапкершілікті алып, үйленгеннен кейін жасалатын дүниелер деп ойлаймын. Егер де мен арақатынаста болдым мекенде бірден әйелдің міндеттерін жүктеп қоятын болса, ол да күйеудің міндеттерін атқару керек деп ойлаймын. Сол себепті для меня это почти как гражданский брак қой, былай айтқанда. Сол себепті ондай құптамаймын. Ондайды құптамайсыз. Айдос, қалайсыз? Көңіл күйіңіз бәрі күшті ма? Жақсы, Аллаға шүкір. Айдос, бүгін менде мынандай бір сұрақ болып тұр. Сіз бір қызбен жүріп жүресіз, жалпы мынандай жағдайлар болып жатады ғой. Тұрмысқа шықпай тұрып қыз жігітінің үйіне барып, ата-анасына көмектесіп, үйін жинап, сондай жағдайға қалай қарайсыз? Мысалы, үйлерінде бір той, бірдеңе болып жатса, әлі келін емес, но бірақ барып көмектеседі. Менің ойымша бұл нормально сияқты, себебі қыз өзін сол уақытта көрсете біледі. Болашақта зато ата-енесі білетін болады, осындай күшті қыз үйге келетін білетін болады. Деп ойлайсыз? Менің ойымша бұл керемет өтеді. Иә, Айдостың пікірі осындай екен. Үміткер келіңіздер, күтемін. Иә, міндетті түрде қыздар қайдасыздар Айдосқа? Үш күн болып уже қайдасың, күтіп отырып қой. Иә, келіңіздер. Мадина, бүгінгі менің сұрағым мынандай. Енді сіздер жігітіңізбен жүресіз ғой? Жігітіңіз болғат бар десек те болады. Сол жігітіңіздің күнделікті жағдайын жасап, тамағын жасап, кейде болады қыздар киіміне дейін жуып беріп жатады да. Болмаса, сол ата-анасының туған күндерде торт пісіріп сөйтіп жатады ғой. Соған қалай қарайсыз? Өзіңіз соны жасайсыз ба? Жігітіңіздің, күйеуіңіздің емес, жігітіңіздің. Жігітім енді басында жоқ ондай забота көрсетпейді екен, бірақ уақыт өте келе, тамағын жасап беремін деп айта алмаймын, бірақ енді типа киімін жуып беремін деп айта алмаймын, бірақ давайте мен күтіп берейін деген сияқты іс-қимылдар жасайтын. Үйімді жинап, кейбір жігіттер айтады екен, үйімді жинап беріп кет деп. Ондайға вообще қарсымын. Қыз баласы, ол қызбен жігіт жүріп жүрген кезде ол міндетті емес қой ештеңеге. Олай андай қылып көрсетудің қажеті жоқ. Қыз, жігіт. Яғни ата-анасымен сразу таныстыру деп жатады ғой. Қыз бен жігіт жүріп жүрген кезде мен ондайға да қарсымын. Сразу ондай. Сол қыз бен жігіт жүріп жүрген кезде ата-анасымен таныстыру, оның үйіне бару, торт пісіріп беру деген нәрселерге мен қарсымын. Негізі сол нәрсенің бәрі меніңше тойдан кейін ғана болу керек. Тойдан кейін ғана сол үйдің есігін табалдырығын аттау ғана қажет деп ойлаймын. Солай менің өз ойым. Солай екен. Сіз қалай ойлайсыз, құрметті оқырман? Міндетті түрде бізге жаза кетіңіз, Қалайсыз, Тима?
туған күн қалай өтті? Керемет. Сим Вообще апамның 70 жылдық. Что-то не то. Ұнады ма өздеріңізге? Өзімізге ұнады, ондай душевный, керемет посиделка болды. Иә, кеше құттықтамаған болсаңыздар, Тиманың парақшасына өтіп бүгін құттықтаңыздар. Иә? Тима, сіз жаңағы жағдайға қалай қарайсыз? Әлі сіздің қызыңыз келін емес, но бірақ сіздің үйіңізге барып, үй жинап, көмектесіп. Ол енді білмеймін, дұрыс емес деп ойлаймын. Менің ойымша дұрыс емес, себебі енді үйленгеннен кейін де неке қидыртқаннан кейін хотя бы келіп жинамаса, так былай өзіміз жинай аламыз. Өзіміз жинай аламыз. Демек сіз қарындасыңыз егер бір жігіттің үйіне барып үй жинап жатыр десе, оған келіспейсіз. Иә, жаман қарайсыз. Назым, бүгінгі менің сұрағым өте маңызды сұрақ. Мен мынандай сұрақ қойып жатырмын. Сіз, жігітіңіз менің үйімді жинап берші немесе маған тамақ істеп әкелші десе, қалай қарайсыз? жүріп жүрген кезде. Иә. Мен ондайға, если честно, мүлдем келіспеймін, себебі үйленген болсақ, мейлі ол кезде енді әлбетте жасайсыз ғой, бірақ жүріп жүрген кезде мен үйім жинап бер, былай сөйтіп бүйт деген дұрыс емес. Мен тіпті оның үйіне бармайтын едім жүріп жүрген кезде. Ерсі мен үшін. Ал пирог бірдеңе пісіріп алып кел десе? Жоқ, өзі соқылсын. Мені алмай ештеңе істеп бермейді. Иә, Назым солай. Негізі Даниярдың жауабын біліп тұрмын, десе де сұрайық. Мына жақта мен жігіттерге мынандай сұрақ қойып жатырмын. Егер де сіздің қызыңыз үйіңізде бір жағдайлар болып қалып, жиындар, отырыстар болып қалып, соған келіп көмектесе, үйіңізді жинаса деп жатырмын да, қалай қарайсыз десем, кейбір жігіттер онда тұрған ештеңе жоқ деп жатыр. Ол қызға ондай зат, мысалы қызды үйге алып келу, ондай қарсы емеспін да. Бірақ егер қызға деген ойың нық түзу болу керек ол үшін. 100% кейін сол үйге келін болып келеді деп, өйткені көмектесемін деп. Өйткені менің достарым болды, әр қызын үйге апарып жұмыс істеткенге алдына жан салмайтын. Өзім ойлаймын, егер қызды сондай қадамға баратын болса, қызбен сондай қадамға баратын болсақ, ол нық артынан үйленуге бару керек. Үйдегілерге де о қыздың да абыройы ғой, өйткені сол әр жігіттің үйін бір жинап жүрмейді ғой. Ал егер қарындасыңыз солай жасап жатса? Мен бірінші ол жігітпен танысып көрген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мен барам десе, мен айтар едім, алып кел жігітімді танысып көрейін. Ақерке деген қыз бізде. Ақерке, сізге жігітіңіз маған пирог пісіріп алып келші деп өтініш айтса, жасап бересіз ба? Мен жасай алмаймын негізі, бірақ сатып әкеле аламын. Жасай алмайсыз, бірақ сатып. Өз қолыңызбен пісір десеш? Өз қолыммен пісір десе, енді пісіремін. Пісіресе. Ал егер де үйімді жинап берші деп шақырса? Өзі жинасын. Ондай болмайды. Киімді жуып алып келші десеші? Енді ол уақытына байланысты, қанша уақыт жігітім деген сияқты. Бірінші аптада киімді жуыш, тамағымды жасашы десе, жоқ деймін. Қаншашыншы аптада дейсіз? Мен жақсы көруім керек уже үйленетіме сенімді болып жүргеннен кейін. Иә, солай екен. Не істеп алған? Мынаны қараңыздар. Осындай болып қалдық. Косметика, чаш көтереміз қазір. Шаш көтереміз. Шашты жұлып әлек болмасаңыздар болады. Жұлынған шаш. Жұлынған чаш. Ана мозаика қысылған шашың жұлам дегеннен соны дайындап баратырмын бүгін жұлдыруға. Бүгін мен тұрғанда жұламайды ғой. Жұлып көрсін. Жұлып көрсін. Қиналмасын. Аяна. Қалайсыз? Көңіл күйіңіз жақсы сияқты бүгін, Бүгін мынандай сұрақ қойып жатырмын. Егер Ерасыл сізге, жан деп айтады ғой негізі, сол мен киім жуып алып берші десе, не деп айтасыз? Киімімді жуып алып берші. Жуып берші десе. Стиралка жоқ қой. Стиралка жоқ қой деген, Мұнда жуып әкеле салам, порошогын бер жүрсе. Үйінде стиралка жоқ болса, жуып әкеліп бересіз. Егер қолмен жумаймын ғой. үйге келіп көмектесші десе ше бір... Жоқ, ондай болса, болсаға аттамаймын. Сондай, Үйтіп мен де шақырмаймын. Жоқ, мен бүгінгі сұрағым типа сондай болып жатыр да, қыз баланы жігіт, мысалы. Ерасыл Данияр емес қой. Солай екен достар. Ау. Жуасыз ба сіз киімін Аянаның? Аянаның киімін не үшін жуамын? Өзгеріп кете салғанша, солай. Жарайды. Қарашығын керісін жуамын.
ой алла, жоқ, мен айтып жатырмын, қыз бала жалпы, келін болмай тұрып, ара қатынаста жүріп, бір үйде той томалақ болады ғой, соған барып келін сияқты қызмет еткеніне қалай қарайсыз деп сондай сұрақ болған ғой негізі бүгін. Келін сияқты қызмет еткеніне Иә. қонақ болып келгеніне жақсы қараймын, бірақ келін сияқты қызмет еткізбеймін. Себебі келін болған кезде бірақ өзінің жұмысын біледі. Негізі алдын ала таныстырғанға ешқандай қарсылығыңыз жоқ. Алдын ала таныстырған ешқандай қарсылығым жоқ. Бәрі уақыттың еншісінде бәрі алдыда. Ойбай, сондай енді. Ақтолқын, қалайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Ақтолқын, менде мынандай бір сұрақ бар. Егер де жігітіңіз жүріп жүрген, сізге менің киімді жуып алып келіп берші десе, қалай қарайсыз? Жумайсыз ба? Жоқ, жумаймын. Даже өзім киім жумаймын ғой. Қойшы дейсіз ба? Иә, дайындап жумаймын деп ойлаймын. Егер күшті дәмді бірдеңе пісіріп алып келші десе ше? Онда болады ол. Онда болады, Киім жуу деген енді білмеймін. Слишком подробно өкіретін сияқты. Ерсе деп ойлаймын ондай нәрсе. Солай ойлайды екен Ақтолқын. Біздің көрермендер бүгін эфирді көру үшін 14:30-да осында көрсетілген сілтемеге өтіп, көріңіздер, біз сіздерді күтеміз.